Сәлематсыздар ма, менің гүл сүйгіш достарым. Міне сіздерге мына глоксиния гүлдерімді қазір көрсетейін деп отырмын. Октябрьде салдым, одан кейін оянған глоксинияларымды январдың айында салдым осы жылғы. Енді қазір глоксиния гүлдерім бүгін марттың 28-і міне осындай болып тұр. Сіздерге көрсетейін. Ұйқыдан тұратындар ұйқыдан тұрып, гүлдерін ашып, мынау гүл ашып жатыр. Так, мында бутондары бар. Мында бутон ашып жатыр. Бутонмен тұр. Мынау да бутон ашып жатыр. Мынау глоксиния гүлдерім. Және де мен тұқымнан герань гүлін еккен болатынмын. Міне сол герань гүлдері бұларда ашылып жатыр. Совсем басқаша. Мында ақшыл бір түрлі беріп тұрды. Бірақ өзі естесінің түсі ортасы қызыл, жан-жағы розовый ма, сондай болып тұр. Енді мынаған басқаша түсіп, мынандай басқаша болып түсіп тұр камераға. Так, мына менің герань гүлім. Мынау енді декабристі сегментінен егіп едім. Бұл декабрист гүлі өткенде бір жапырағын берді. Енді сақтауға тура келіп тұр. Сары цвет екен. Сары цвет, бірақ ғауырып әрен-әрі өсіп тұр. Или өзі солай тұр ма? Енді бұл орын ауыстырғанды жақсы көрмейді, бір жер тұрған жақсы көреді. Енді осы экземплярын сақтап қалғым келіп тұр, потому что бұл сары. Менің алдыңғы декабрист гүлім ол атты, қазірде атып жатыр, әлі жаңа жылдан кейін де атып жатыр. Ол ақ, ортасында сиреневый бар. Так, мынау аукуба. Маған гүлдеріңізді түсір деп постоянно жазады, түсіріңізші деп. Мынау аукуба деген кішкентай болды. Енді бұның уходы. Самый мына гүлдіге уход деген жарық жер, жылы жер және уақытылымен су құю. Сосын тыңайтқыштарын удобрениесін беру керек. Басқа ештеңенің қажеті жоқ. Так, мынау королевский гераним менің былтыр сіздермен бірге ектім, өсіп жатыр, тамырланды. Королевский герань, бірақ бутон әлі бере қойған жоқ, бірақ жақсы болып өсіп келатыр. Так, мынау бересклет деген гүл. Бұл бересклетті былтыр алдым. Екеуін, біреуін шаруаққа ектім, біреуін үйге ектім. Шаруақтағым өліп қалды. Маған енді вечный зеленый деп берген, қыста да жап-жасыл болып тұрады деп. Оның менен біреуін үйге еккенім жақсы болды, өсіп жатыр. Сырттың гүлі дейді, бірақ енді білмеймін, ертең может көктемде былай горшокпен шығарып қоймасам, негізі открытый грунт далаға егу керек дейді. Көрем енді, бірақ үйде тірі өсіп жатыр. Астында тамырлары шықты. Мындай горшокте отыр. Так, мына мен герань гүлдерім семенадан еккен, жаңа айттым, бір-екеу гүл беріп тұр. Так, мына көріне ма? Гүл беріп тұр. Так, мынау герань гүл. Бұлар терезенің алдында тұр. Жарық сегіз жылы. Бұлар сыртқа егетін гүлдер ғой, сосын терезенің алдына қойып қойдым. Так, мынау гүл беріп жатыр. Гүлі өте прям қып-қызыл ғой, кәдімгідей. Ал қызыл. Әдемі. Мына жерде тағы бутон беріп жатыр. Мына күннің жарығына мына жерге телефонға қараңғы түсіп тұр деймін. Мына герань гүлім. Так, мына фикус деген. Фикус Бенджамин. Мына менің декабрист гүлім. Міне әлі бутондарын беріп, әлі атып жатыр, қараңыздар. Міне. Әлі атып жатыр. Міне басында еще бутондар бар, көріп тұрсыз ба? Басында бутондары бар. Әлі атып жатыр. Марттың аяғы болды. Бутондары бар әлі. Қыстан бері әлі атып жатыр. Соған қарағанда оқыт жақсы болып тұр ғой. Негізі бұлар декабрьде атып да қоя қоятын еді. Әлі атып жатыр. Кішкене өсті, үлкен болды. Так, мынау фикус тоже. Кішкене бойы өсті бұның фикустың. Бұл Бенджамин ала жапырақ фикус. Так, мынау доллар гүлім. Бұны мен бір отростықтен өсірдім. Так, мынау шефлераның тағы бір түрі. Новый жапырақ беріп, бұлда да өсті.
новый жапырақ шифлері. Жапырақтары үлкен. Ондай. Мынау новый жапырағы берген. Мынау малина деген гүл. Бұлда да жапырағы түсіп өсіп жатыр. Көп судың қажеті жоқ. Анда-сында құятын суды мен андай декоративный тастар салып қойған, әдемі болып тұрсын деп өзімше. Мынау налина деген гүл. Мынау пахиподиум. Пахиподиум. Бұлда да үлкен болып өсе береді. Тікенек отырғызуы да әлек. Қалың қолғап кейіп отырғызбаса. Пахиподиум деген гүл. Міне осындай гүлдер, қалған гүлдерімде бар, бірақ кішкене ауырып тұр. Қазір көктемнің кезінде гүлдердің қазір жақсы өсетін мезгілі. Бәріңізге жақсылық тілеймін, гүлдеріңіз өсе берсін. Комментарийларыңызға көп рахмет. Гүлдерімді түсіріп, көрсетіп тұрамын. Енді қазір сырттың гүлдерін егіп жатырмыз. Сырттықінде түсіріп көрсетермін. Сіздерге көп рахмет. Сұрақтарыңызға жауап бере алмай қалып жатсам, ренжімеңіздер. Наурыз мерекеміз құтты болсын, көрісу құтты болсын, аман болайық. Тыныш заман болсын. Сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.